Өмірінен төңілген Мария есімді қыз мосттан секіріп өмірімен қош айтысуға дайын тұр. Бірақ сол сәтте аяқ асты такси жарнамасын байқап қалады. Онда өз-өзіңе қол жұмсама, одан да кек ал, біз саған көмектесеміз деп жазылған. Осылайша ол шалған қоңыраудан кейін оған такси жүргізушісі Доги келіп оны алып кетеді. Қайда бара жатырмыз дегенде, кек алуға барамыз. Сол үшін басыңыздан өткен оқиғаңызды айтып берсеңіз дейді. Солайша Мария өз оқиғасын былай түсіндіреді. Мария кішкентайынан сәл ақыл-есі кем болған, бірақ өсе келе жазылып келеді. Және ол жетімдер үйінде өскен. Жасы 18-ге толып, ол жетімдер үйімен қоштасуда. Осылайша әлеуметтік қызметкер оған жұмыс тауып беремін деп, оны жетімдер үйінен алып кетуде. Жолда оған өзіне ыңғайлы жұмыс тауып қойғанын айтады. Мария компьютерді жақсы меңгергендіктен, оған фабрикада компьютерлік істермен айналысатынын айтады. Солайша фабрикаға барып Мария келісім шартты оқып қарамастан оған қол қояды. Жұмысқа орналасқанына қуануда. Ол жердегі Джон Гин есімді қызметкер де оны сыпайы қарсы алуда. Мария оған компьютерлік бағдарламаларды жақсы білетінін айтуда. Солайша жұмыс тауып беруші кетіп, Джон Гин қызға фабриканы таныстырып, оған алдымен бірнеше күн балық тазалаумен айналысатынын айтады. Балықтың иісімен жүрегі айныған Мария бірден оған келіспейтінін айтады. Сол сәтте фабрика басшысы Чучан келеді. Ол қызметкерінен Марияның балық тазалауға келіспегенін біліп, Марияның басынан ұстап, балық толған ыдысқа салып тұншықтырады. Қатыгез басшы аямастан оны тіпті ыдысқа салып тоңазытқыш бөлмеге апарып тастайды. Ничем не кормил ее. И не корми. Их надо укращать в первый же день, иначе намаемся с ними. Ага, понял. Бірнеше уақыттан кейін олар келіп, Марияны қайнаған сумен қинап, жұмыс жасауға көндіреді. Осылайша бірнеше күн өтеді. Бірде түнге қарай Мария ол жерден қашып шығып үлгереді. Жолда ол полиция қызметкерін кездестіріп, мән-жайды түсіндіріп, одан көмек сұрайды. Бірақ полиция қызметкері де қылмыскерлердің қатарынан болып, оны қайта фабрикаға апарып береді. Сол жерде полиция қызметкері де қосылып, оған қорлық көрсетеді. Бірде жалмауыз Джон Гин тіпті Марияны зорлауға дейін барады. Қорлыққа шыдамаған Мария өзіне қол жұмсайды. Бірақ қызметкерлерді көріп қалып, оны ауруханаға жеткізіп, солай Мария ол ауруханадан қашып шығады. Солайша фильм басында көрсетілгендей, мостқа келіп секірер алдында такси жарнамасын көріп қалған болатын. Доги осылайша оның оқиғасын тыңдап болып, оны ойын автоматы жанына алып келеді. Ойын автоматынан кек алуға келісіміңді бересің бе деген сұрау шығып, Мария «Ия» деп басады. Позвольте огласить ряд мер предосторожности ради безопасности наших пассажиров. Пока мы работаем над вашим заказом, счетчик будет крутиться. Вы внесете оплату по завершению работы. После того, как вы воспользовались нашим сервисом, вы не должны рассказывать, что случилось в такси «Радуга». Осылайша арнайы офисте Сончхоль басқарған арнайы команда бұл іс жайында тергеу және план құра бастайды. Фабрика басшысы қызметкерлері жайында ақпарат жинап, іске кіріседі. Солай олар фабрикаға жеткізу қызметі болып, ұйықтататын дәрі қосылған тағам алып барады. Кейін олар ұйықтап қалғаннан кейін Доги фабрика ішіне кіріп, керекті ақпарат іздеп, бірақ ештеңе таппайды. Кейін ол сол жердің басшысының телефонынан Марияның суреттерін көріп, оны қалай қинағанын түсінеді. Ертесіне Доги сатып алушы ретінде фабрикаға келеді. Көп көлемде балық керек деп, қомақты ақшаны көрсетеді. Ақшаны көрген Чучан тауарды 2 күн ішінде дайындап береміз дейді. Солай Доги алдын ала төлем қалдырып кетіп қалады. Ол кеткеннен кейін фабрика басшысы қоймадағы балықтарының құрттап жатқанын байқайды. Ол қызметкеріне сатып алушыға дұрыс балық дайындаңыздар, ал мынаны мектептер мен садиктерге жеткізіңіздер дейді. Мұны команда жасырын микрофон арқылы естіп бақылап отырған болатын. Кейін фабрикаға әлгі әлеуметтік қызметкер Чон Сок келеді. Сөйтсек ол фабрикаға ақыл-есі кем жұмыскерлер әкеліп беріп, мекеме табысының 15%-ын алады екен. Және Мария жайында әңгіме болып, Чон Сок оны тауып әкеліп беруге уәде береді. Себебі мекеме басшысы Чучан Чон Сок жұмыс жасайтын сақтандыру мекемесінде жұмыскерлерді сақтандыруға тіркеп қойған. Егер Мария өлетін болса, ол үшін сақтандырудан қомақты ақша алатынын айтады. Бұл әңгіменің барлығын команда естіп, ертесіне команда басшысы Сончхоль сақтандыру компаниясына Чон Сокқа келеді. Келіп сақтандыру жайында әңгіме құрады. Әңгімеден кейін ол Чон Сокқа үйіне жеткізіп тастауды ұсынады. Жолда жігіттер оны электрошокпен ұйықтатып, фабрикаға жол тартады. Кейін Джон Гин порттан балықтар алып, фабрикаға алып кетуде. Бірақ жолда оған маска киген Доги шабуыл жасап, балықтарды алып қояды.
Кейін ол фабрика басшысына уәде еткен балықтарыңды уақытында жеткізбесеңіздер, сіздерге айыппұл болады дейді. Бірде мекеме басшысы Чучан әлгі полиция қызметкеріне звондап, Марияны таба алдың ба деп сұрады. Сол сәтте оның артынан Доги келіп соғып, оның көлігін аударып тастап, көлігіндегі видеорегистраторды алып кетеді. Ал команда басшысы Сончхоль Марияға өзінің командасында жұмыс жасауды ұсынады. Кейін Джон Гейн тағы да порттан балықтар алуға келгенде алдынан мас күйдегі Доги шығады. Бірақ бұл жолы Джон Гейн қасына жігіттер ертіп келген. Доги олардың барлығын соққыға жығып, кейін Джон Гейнді байлап кетеді. Фабрика басшысы тауарды уақытында жеткізе алмасақ, ақшадан құр қаламыз деп ашулануда. Көмекшісі Джон Гейн де тұтқаны алар емес. Кейін ол қатыгез басшы фабрика ішінде жүріп Догиді байқайды. Ол оны соққыға жығып, кейін өз маскасын шешіп, бейнесін көрсетеді. Чучан оны көріп таңғалуда. Доги оны балық тұрған ыдысқа тұншықтырып, бірнеше рет соққыға жығып, кейін оны бочкеге салып кетеді. Бұдан кейін бұл басшыны ешкім көрмеген. Не убивай меня. Не надо. Не убивай. Не убивай. И не надейся. Ты уже давно прогнил насквозь. Соңында команда портта алып қойған балықтарды сатып, өздерінің шығындарын жабады. Кейін олардың көмегімен фабрика мен оның табысы мүмкіндігі шектеулі адамдар мен сол жердегі әлгі қатыгез басшысынан қорлық көрген адамдардың иелігіне өтеді. Достар, бұл қатыгез, жалмауыз адамдарды сіздер қалай жазалар едіңіз? Комментарийға қалдырайық. Бұл кәріс дорама сериалы. Егер ұнаған болса, тағы бір бөлімін көруге кеңес беремін. Сілтеме төменде. Тағы осындай шолулар көру үшін арнаға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпайық. Қолдауларыңызға рахмет.